Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен қазіргі кезде хит болып жатқан молочно-карамельді пирог пісіреміз. Өте жұмсақ әрі тез дайын болады. Видеоның соңына дейін қарап, сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер. Ендеше бастайық. Ең алдымен осындай вареный сгущенканы полный бір банкасын салып, үстіне 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Енді оның үстіне сүтімізді құйып, қантымызды және ванильный қантымызды салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Мінекей бізде осындай масса болып шығады. Енді електен өткізілген ұнымыздың үстіне 1 шай қасық қамыр қобыстқышымызды қосып, жаңа тестімізға салып, оның үстіне сұйық майымызды, ерітілген сұйық майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей біздің тестіміз дайын болды. Енді оның үстіне осындай грек жаңғағын майдалап кесіп алып, жаңа тестімізға саламыз да тағы да араластырып аламыз. Енді формамыздың астын осындай сары маймен майлап, жаңағы тестімізді құйып аламыз. Алдын ала қыздырылған пеште 160 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің пирогымыз пісіп шықты. Піспеген осындай ағаш таяқшасы арқылы көрсеңіз болады. Енді ыстық күйінде шанышқымен осылай тесіп шығып, үстіне сүтімізді құятын боламыз. Сүтіміз толық сіңгеннен кейін үстіне осындай 2-3 ас қасықтан вареный сгущенканы жағып шығамыз. Бетін қаламғышша сәндесеңіздер болады. Мен жаңғақты майдалап турап, бетін осылай сәндеп жатырмын. Мінекей осымен біздің керемет молочно-карамельді пирогымыз дайын болды. Өте жұмсақ, ішінің барлығы толық пісіп шығады. Влажный әрі дәмі тіл үйреді. Сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.